жатыр. Обновление болып жатыр. Менде де болды, екеуміз кәдімгі қиналып қалдық. Қазір ана таксиге де еш ақшасын жібермеген болатынбыз. Әйтеуір үлгердік, бірақ даже главный успели. Күтіп тұрмыз енді обновление болған. Багаж өткізсадық. Сол. Мен тамақ жемегем. Завтракым осы отыр. Круассан с курицей. Жанымен жеп алған завтрак. Ар жақта кофе бар менде. Негізі аэропортта өте қымбат, байқап білеттерсіздер, иә? Көзіңе алатын болсам, осындай курицаны алдым. Шынақсы 4 теңге алған сала. 4 чем-то, короче. Сол үшін үйлеріңізден топшыңыздар. Жай жеп жатырмын тамақты. Әйтеуір үлгергенімізде қуанып отырмыз қазір. Шымкентке бар жатырмыз бұйырса. Білмейтіндерге жұмыстарымызбен қазір барғаннан кейін не жұмыс екенін айтатын боламыз. Шымкенттіктер встречайте. Стаппен шайнеп жатырмыз бұйырса. Очень қуанып өтіп тұрмыз. И жан менің. Просто без макияжа я. Боялған жоқ. С жақта салонға барып керек. Қалай дауыс естілмей жатыр. Я жаным. Көзі ашылмайды ғой. Жеттік Шымкентке, аман-есен. Автобусымыз күтіп тұрмыз қазір, жаққа баратын. Сюда скат алысқатырақ болып тұр. Қалай? Ұйықтап келдік қой, екеуміз. Турбулентная зона деген ұйықтап қалдық. Да? Дік. Автобус келіп, 19 автобус келіп. Şimdi makyaj basayım gibi жатырмын. Ой, фу, шашты бірінші істейміз, потом макияж. Потом айтатын бағым, қайда баратын. Вот и все. Шашым дайын, макияжым дайын. Только помада жаққан жоқпын. Қалай? Необычно, да? Еще кірпік жасадым ғой, қараңыздаршы. Вообще непривычно. Тоже нежно көрінеді, да, получается. Қайда баратынымды айтайын десем, айтқым келмей тұрсып па. Айтатын боламын. Главное, әп-әдем болып алдым. Все, дальше. Мен дайын. Менің жігітім. Мен де шашым жасап берші деп қояды ғой. Жаным. Вот и менің макияжым. Что-то тогда қазір помада жағым болды. Қалай сізге менің макияжым? Айтшы. Мына жақта бала шаға. Қазір күтіп тұрмыз. Түнді алып кету керек. Назар қарап қойм. Генерал тілек айтып жатыр, онша емес. Генерал тілек айтып жатыр.